Сонымен бізде хит болып жүрген күкіртке қатысты алюмнің бір есебі берілген. Қараңыздар, масса үлесі 37,2% күкірті бар 200 грамм алюм алу үшін қанша грамм күкірт ангидриді қажет дейді. Реакцияның шарты бойынша бізде қазір қараңыздар, осындай біз білесіңдер 3 ыдыс саламыз обязательно. Сол кезде бізде не қатысқан деп жатыр? Су қатысқан дейді, SO3 қатысқан, и бізде не шыққан? SO3 және де H2SO4, яғни алюм шыққан екен. Осы жердегі алюмнің массасы 200 грамм екен. 200 грамм. Мыналардың массалары енді белгісіз, мыналардың массаларын қанша грамм қосылған білмейміз, қазір солардың массаларын жеке-жеке табу керек. Бірақ бізде бір ғана мәлімет бар, 37,2% күкірті бар екен. Сонда біз 200 граммның ішінде, алюмнің ішінде қанша грамм күкірт бар екенін тауып алу керекпіз. Оның массасы бойынша табамыз. Енді 372-ге көбейтеміз. Сол кезде 74-те 4 грамм деген бізде күкірттің массасы шығады. Қараңдар, массасын тауып алдық күкірттің. Енді біздер осы H2SO4-тің ішіндегі SO3, яғни алюмнің ішіндегі SO3 қандай ол SO3? Яғни біз білеміз, что бұл жерде бір реакция жүретінін, яғни су мен SO3-тің арасында реакция жүреді да, жаңадан H2SO4 шығады. Енді бұл жерде H2SO4-тің саны біреу ғана, соны ескеріңіздер. Мына H2SO4-тің массасы, ол мына жердегі H2SO4-тің массасына ол тең. Ал бірақ мына жердегі SO3-тің массасы мынаған тең емес. Потому что SO3 бұл жерде реакцияға түсіп кеткені бар, және де артылып қалғаны бар да. Осы екеуінің артылып қалғанымен реакцияға түскенін таба алсақ, біз есепті полный шығара аламыз. Ол үшін былай жасаймыз. Қараңыздар, мына жерде H2SO4-іміз бар, SO3-іміз бар, мынаны біз X деп алып, мынаны Y деп алатын болсақ, біз жүйе құрастыру керек болады. 98X қосылған 80Y тең болады бізде 200 граммға. Енді общий массасы 200 грамм. Енді осылардың ішінде бізде S-тарымыз бар ғой, сол S-тардың массасы бойынша 32X қосылған 32Y, ол бізде тең болады қаншаға? 74-те 4 граммға. Енді осы жүйені шығарамыз. Енді астындағы санды мен не істеймін? 2-де 5 деген санға көбейтемін. Не үшін? Потому что мынаның ішіндегі бір айнымалдан біз айырылу керекпіз. Сонымен көбейтеміз мына жердегі сандарды. Төбесіндегі тура солай қалады. 98X қосылған 80Y тең болады 200. Астындағысынан бізде 80X шығады, 80Y шығады. Мына жерден бізден шығады 186 шығады. Қателеспесем, 186, Так, мына жерде номинал қысқарады. Мына жерден бізде 18X қалады. Мына жерден бізде 14 қалады. Сонымен X-ті табамыз. Енді X тапқан кезде бізде X-іміз 0,77-8-ге тең екен. Енді қараңдар, біз масса үлесін тауып алдық қой H2SO4-тің осы жерде, дұрыс па? Енді осы арқылы 200 грамм ішінде қаншасы осыған тиесілі екенін табу керекпіз. Зат мөлшерін тауып алдық деген. Енді массасын табамыз осы жерде. Масса H2SO4, яғни 98-ді мен көбейтемін нешеге? 0,778-ге. Так, ол бізде шығады екен 76-да 22 шығады. Енді мынаның массасын тауып алдық. 76-да 22 екен білеміз. Енді SO3-тің массасын таба аламыз. Яғни алюмнің ішіндегі, ол үшін 200-ден азайтасыңдар 76-да 22-ні. Сол кезде бізде шығады екен 123-те 78 шығады. Получается, мына жердегі массасы қанша екен? 123-те 78 екен. 78. Енді қараңыздар, біз H2SO4-тің массасын тауып алдық. 76-та 22, сол 76-та 22-ні жерге қоямыз. Сөйтеміз да, SO3-тің қаншасы реакцияға түскенін тауып алу керекпіз. Бізде мына артылып қалған таптық қой. Енді қаншасы реакцияға түскенін табамыз. 98, аның асы 80 болады. Мынаның үстіне Z дейік. Z табамыз. Z бізде қанша шығады? Z бізде 62-де 22 шықты. Міне. Енді біз барша SO3-тің массасын табамыз. Яғни реакцияға қатысқан және реакциядан кейін артылып қалған табу керекпіз. Бізде реакцияға түскен 62-де 22, оған қосамыз реакциядан кейін артылып қалғаны. 23-те 78-ге. Ол бізде 186 грамм шығады. Сонда бізде SO3-тің массасы қанша екен? 186 грамм екен. Ал енді мынау 200 грамм болсын, азайтатын болсақ, мынау 14. Сонда судың массасы қанша грамм керек екен? 14 грамм керек екен. Тура барлық оқушылар көрдіңіздер ме? Алюмнің есебін дұрыс түсетін болсақ, яғни H2SO4-ның қай жақта түсінетін болсақ, осы бірақ нәрсе. H2SO4 нешеуі түзілді, нешеуі артылып қалды, қаншасы жаңадан қосылды, қаншасы тек қана өзі ғана қосылды деген сияқты біз тұжырымдаманы дұрыс жасайтын болсақ, алюмнің бар ғой, кез келген есебін шығара бересіңдер. Егер осы видео ұнаған болса, давайте химия таңдаған досыңмен бөлісіп қой. Сәттілік.